Аптанюс өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Ким Жасмин, армысыздар. Отбасының қуаттылығы ел беріктігінің кепілі. Отбасындағы тәрбие мен тәлім ел болашағының жарқын да шуақты болуына бірден бір себеп. Әр ұлттың бала тәрбиелеуде өзіне тән сыр болады. Отбасы мектеп штабының кезекті жұмысы отбасы, дәстүр, ұлтжандылық тақырыбында орыс тілі пәні бірлестігі апталығы аясында өтті. Шешен, орыс, кәріс, татар, қоғамдық мәдени орталығы өкілдері түрлі ұлттың тәрбие берудегі тәсілдері мен бір-біріне ұқсамайтын ерекшеліктеріне тоқталды. Мен неміс ұлтының өкілімін, бірақ қазақ отбасының келінімін. Сол себепті неміс отбасындағы тәрбие оны онша біле бермеймін. Береке құтты болсын, баршаңызға. Мектеп оқушылары қонақтарға орыстың ұлттық биінен тарту жасап, дәстүрден қойылым да ұсынды. Балалардың орындауындағы көңілді әнді қонақтар зор ықыласпен қабыл алды. Айта кетер, тағы бір жайт мектептегі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде отбасы мен мектептің өзара әрекеттесуін күшейту бағытындағы даналық мектебі жетекшісі Тамаша Әріпханқызы атқарылып жатқан жұмыстарға шолу жасап, шашбау тағу дәстүрін таныстырды. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қолдау айрықша маңызды. Бұл бағыттағы жұмыстарға барынша күш салып, балаларға қолайлы жағдай жасау жолында мектепте тиісті қадамдар жасалып келеді. Себебі білімді ұрпақты тәрбиелеу жолында ешқандай кедергі болмау керек. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар арасында Білім старт олимпиадасы өтті. Балалардың танымдық қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, теориялық білімі мен тәжірибелік шеберлігін тереңдету мақсатындағы олимпиада 7-11 сынып оқушылар арасында математика, қазақ тілі пәндерінен ұйымдастырылды. Мектеп психологтары балдармен жан-жақты жұмыстарын бұдан да басқа бағытта жандандырды. Мектебіміздегі ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларды ортаға тарту, бейімдеу және шығармашылығын дамыту мақсатында Қамқор аға, қамқор әпке жобасы аясында әрбір шәкірт бір жұлдыз шарасы өткізілді. Шараның бірінші бөлімі Білім старт олимпиадасы және екінші бөлім қолөнер және екі жұлдыз өнер фестивалі болып өтті. Фестиваль барысында мектеп мұғалімдері және ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар жұп болып өз өнерлерін ортаға салды. Нәтижесінде оқушылар арнайы дипломдармен марапатталып және сыйлықтар таратылды. Ақжолтай жаңалық. Шәкірттеріміз жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінде жүлделі орындар иеленді. Жаратылыстану және гуманитарлық пәндер бойынша 13 оқушы жеңіс тұғырынан көрінді. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жалындыда жас ұстаздар әрдайым кәсіби құзыреттілігін арттырып отырады. Педагогикалық дизайн мектебінің жоспарына сәйкес жас ұстаздар бас қосып сабақты тиімді өткізу үшін қолданылатын әдіс-тәсілдермен бөлісті. Толығырақ біздің бейнематериалдардан тамашалаңыздар. Шараға өрлеу біліктілікті арттыру орталығы маманы Гүлназ Маратқызы қатысып, мектеп ұстаздарының жұмысына оң бағасын берді. Айта кетейік, жас мамандарға жаңа инновация тақырыбындағы шараға Zoom платформасы арқылы барлық аудан мұғалімдері қатысты. Педагогтердің кәсіби шеберлігін әдістемелік тұрғыдан сүйемелдеу, тиімді тәжірибені тарату және жандандыру үшін ұйымдастырылған алаң әр оқытушы үшін үлкен мүмкіндік. Әр балдырған ерекше қуанышпен күтіп, сиқырлы атмосфера сыйлайтын мерекенің бірі бұл әрине жаңа жыл. Мереке қарсаңында мектеп оқушылары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың және қала әкімі атынан өткізілген жаңа жылдық шыршаға қатысты. Сонымен қатар босағамызды аттағалы тұрған 2024 жылдың шырша тойы мектебімізде де өткізілді. Аяз ата мен Ақшақар шырша мерекесіне сән беріп, би мен ән, көңілді ойындар мерекені әрлей түсті. Шырша мерекесі қарсаңында анимациялық кейіпкерлер мерекенің шырайын кіргізіп, балаларға қуаныш сыйлады. Бүлдіршіндер мектеп формасын түрлі жаңа жылдық костюмдерге алмастырып, өнерлерін паш етті. Бүгінгі шырша көңілді өтті. Аяз ата, Ақшақар мен би бірге ән салып би биледік. Жаңа жылды қарсы алдым, мініп алып күймеге, менде бүгін ән салдым, араластым биге де. Әзірге жаңалықтар легі осы. Алдағы жаңа 2024 жыл баршаңызға жақсылығымен келсін. Оқушылар қысқы демалысты тиімді өткізіп, 3-ші оқу тоқсанына тың күшпен оралады деп сенеміз. Келесі эфирде жүздескенше біздің ақпараттардан алыстамаңыздар.